Мгм. Саламатсыздар ма, қадірменді бүгін тыңдаушылар, қалайсыздар? Менің есімім Берік Үкетов болады. Мен Қыздар университетінде аға оқытушы болып қызмет атқарамын. Қазақ би мен заманауи биден. Енді бүгінгі тақырыбымыз, енді сіздер мәдениет саласы болғаннан кейін бірінші қысқа әрі нұсқа бірінші шоу өтейік, қазақ биі туралы жалпы. Қазақ биінде негізі жалпы дәстүрмен қатар негізі тарихта да үлкен әсерін тигізген. Ол тарихты қалай дейміз? Тарихта мысалы біз арғы түпкіріне қарай кететін болсақ, ол көп қабаттан тұрады да, әрқайсысын жіктеуге бізге бүгін мүмкіншілік болмайды, өйткені себебі 1 сағат берді. Сол 1 сағаттың ішінде бізге сіздерге бүгін ерлер биінің негізін сіздерге таныстыруға бердіңіз. Өйткені ерлер биінен біздің негізі қазақ биі басталған болатын. Қазақ биінің негізінде ерлер биінен басталған. Одан кейін ол жойылып кетті. Себептерін мен түсіндіретін боламын бүгін. Берик, вы, кажется, не включили еще саму презентацию. Или я включил? Вы продолжайте. Да, мен қосамын. Мен бірінші түсіндіріп жатырмын да, қазір қосамын презентацияны сосын. Бірінші түсіндіріп жатырмын сіздерге қалай не болады. Сол себепті біз қазір ерлер биін үлкен бір талқыға саламыз. Сұрақтарыңыз болса, мархаба, қойыңыздар. Жауап беруге тырысам, бірақ дегенмен де неге ол ерлер биінен басталды, ерлер биіне әсер етуші күш не болды бізге жалпы, сол туралы сөйлесетін боламыз. Сосын кейін әрі қарай қимыл қозғалыстарға нақты тоқталатын боламыз. Ол бізде шабыс қимылына нақты ауқымды түрде түсіндіретін боламын. Енді бірінші презентацияға мен сіздерді таныстырып өтейін. Так. Көрініп тұр ғой, презентация? Да, видно. Все. Енді бірінші жоралғы туралы сөз туралы айтайықшы. Жоралғы деген негізі жорық алдындағы рәсім. Ол жеңіс пен рухтың бірлігін білдіретін символдық әрекет. Тәңірден жеңіс сұрау, дауылпаз үнімен және қимыл жиынтығымен жасалған рәсім. Бұл қай кезде болды? Қай кезде орын алды? Сақ ғұн дәуірі. Сақ ғұн дәуірі, өздеріңіз білесіздер, біздің заманымызға дейінгі 4 ғасыр бір-бірімен байланыс болып келе жатыр. Сақ, сосын барып ғұн деген сияқты. Содан бір-бірімен жалғасын тауып жатқан рәсім екен бұл, жоралғы. Сақ ғұн дәуірлерінде ерлер иық тіресіп, табына және бірігу ишараттарын орындаған. Бұл рәсім қазақ ерлер биінің түп тамырына айналды. Түсінікті ғой, неге жоралғыны біз қозғап жатырмыз? Яғни, жоралғы ол екі сөздің мағынасы арқылы тұратын сөз, жорық алды деген сөзден шыққан. Яғни, сол сөздер бірігіп, бізде білесіздер, біріккен сөздер өте көп, екі аттың бір мағынасын береді, өздеріңіз білесіздер. Екі атты қосып адамға ат берген, мысалы. Жаңағыдай қамажай деген сияқты, айгөлек, білесіздер. Сондай сияқты жоралғы да дәл сондай қызмет атқарған, яғни екі мағынадағы бір ойды білдіру мақсатында жор алғы деген сөз шыққан. Яғни бұл рәсімі ер балдар жасаған, ер балдар жорық алдында, яғни бақсымен бірге рәсім жүргізген. Яғни ол оттың қасында, өздеріңіз білесіздер, бақсы бізде көзін жауып алып, өзінің рухани табиғи рәсімін жасап жатса, ер жігіттер өзінің тарапынан біз күштіміз, біз күшті, мықты, біргеміз деген сияқты тәңірден жеңіс сұраған рәсім болып саналады. Әрмен қарай бізде жоралғыдан туындаған буын пластикасы дейді. Жоралғыдан буын пластикасы. Буын биі көне жоралғының жалғасы. Яғни, иық тіресу, жаңа айттым, мен иық тіресу және иықпен бірге қозғалу, аяқ дүрсілі бар оның ішінде. Яғни, тәңірден ана біздегі ырғақтық әуендер бар ғой, соны
жеткізу мақсатында қатты дүрсілдер пайда болған. Жаңа дауылпаз үні деп айттым, иә, соққы бар, ана бақсының үні бар, горловое пение дейміз, иә, тамақпен айтатын ырғақтар, иә, тамақпен қойылатын әуендер, соның барлығын тәңірге жеткізу. Вибрация болады ғой, сол вибрация арқылы тәңірге не үн жеткіземіз деп ойлаған. Сол үннің бәрі біркелкілік жігіттермен қосыла жасалған, тізбектеліп, сол оттың қасында, иә, отты білесіздер, бір жағынан ол бізде қауіпті табиғи құбылыс болғанмен, ол бір жағынан тәңірге жақындатудың бір жолы болған. Ол бір жағынан жарық, ол бір жағынан әруақтық деген сияқты сондай сенім. Сол себепті буын пластикасы соған өте жақын болған, өйткені ол вибрация, тағы да, иә, ырғақпен бірге қосылып, оның біркелкілігі жігіттермен жасалған. Енді әр буынның қозғалысы өмір мен тыныстың ырғағы сезілген. Яғни қозғалыс сезім мен ойдың үндестігі. Иә, сіздерге керек болса, мен осы слайдты жіберетін боламын сіздердің өздеріңізге. Мен бірақ жалпы түсіндіріп келе жатырмын, неге бұндай ой пайда болды бізде. Иә, буын биі қазақтың көне қимыл мәдениетінің негізінде қалыптасқан би түрі. Ол адам денесінің табиғи қозғалыс ырғағына, яғни буындардың иық, шынтақ, бел, тізе, мойын бірізі ырғақты тербелісіне сүйенеді. Бұл би түрі адам мен табиғаттың бір тұтас үйлесімін, қозғалыс арқылы ой мен сезімнің берілуін көрсетеді. Көне дәуірде буын биі жоралғылық сипатта, яғни тәңірге табыну мен өмірге алғыс білдіру рәсімінде қолданылған. Әрмен қарай ерлер биі 17-ші ғасыр мен өздеріңіз көріп отқандай 19-ші ғасырларда жеке бағыт ретінде кең дамымау себебі. Яғни жаңа айттық, иә, ерлер биі неге бізде жойылып кетті? Сіздер орыс империясы дейміз, Ресей империясы пайда болғаннан бері бізде жол салына бастады, иә, халық санағы, соғыстан соғыс болып кетті, ер азаматтарды 13 жастан үйлендіріп, иә, жаңағыдай бізде үрдіс пайда болды ғой, ол үрдіс болып кетті кәдімгідей. Табиғатымыздағы ол заңдылық болып кетті. 13 жасында ер азаматты, 9 жасында қыз баланы деген сияқты үйлендіру, сол кезеңде өте қатты болған. Сөйтіп 20 жасқа толам дегенше ер азаматты кәдімгідей қалыптасқан жігіт ретінде соғысқа бірден алып кететін болған. Оны сұрамайтын болған ер азамат, сен барасың ба, бармайсың ба, қазіргідей. Ондай үрдіс болмағаннан кейін барлық ер азаматтарды алып кете берген. Яғни сол кезеңде бізде қарап көрсеңіздер, мәдениетімізде ер азаматтардың биі мүлдем жоқ. Иә, ер азаматтардың биі болған емес ол кезде. Содан бізде пайда болды андай ой, ер азаматтар билемеген деп айтылады да. Былай қанығына жеткен кезде жаңа байқап тұрсыздар, жоралғы, иә, ол рәсім, ода кең қолданылған жігіттердің арасындағы қимыл, біркелкілік, бірдей сұрау, тәңірге қосылу деген сияқты сондай үрдістер, қимылдар болған. Яғни ол неге жаңағы жойылып кеткен, мен сіздерге айтып, Ресей империясы бөлініп алды, содан бізде соғыстар тоқтамай кетті. Яғни ер азаматтарымыздың барлығын 16, 18, 20 жас аралығында барлығын соғысқа алып кетті. Ер азаматтар қалмай, ана баласы содан қалған, яғни ұрпақ дейміз, соларды өсіріп үйге отау иесі болып, сондай кішкентай балаларда қызмет атқарған, яғни есею керек болды ер азаматтарға, қыз балаларға деген сияқты. Сондай дүниелер орын алғаннан кейін бізде ер азаматтар аса бүйтіп қуанып, билеп деген сияқты ондай істер, иә, орын алмады. Сол себепті міне 17-ші 19-ші ғасырда бізде ұзында теріс аударып тұрмын да, қалай оң қылым? Еще көрінбей жатыр ма? Все видно. Ага, все хорошо. Заново включите, ага. Мгм.
ал менде көрінбей қалды ау деймін, иә, менікі енді. Көрініп тұр ма сіздерге? Мына зуммен қайтты. Почему-то именно этот Zoom включается, а куда презентация делась? Презентация жалпы көрініп тұр ғой, иә, сіздерге? Вот, теперь видно, теперь видно. Иә. Все. Енді жаңа айттым, иә, неге бізде 17-ші ғасыр сондай бір бір қиын жағдайдан қазақтар өтті, өйткені бізде көшпенділік өмір болды, бізде жерді сақтап қалу керек болды, оның ішіндегі әйел азаматы бар, оны қорғау керек болды, өйткені ол бала табу керек, иә, отбасындағы шамалы отты иесі болып қалу керек, ана образында сөйтіп сақталып қалғаннан кейін ер азаматтар оны қорғауға мәжбүр болды да, сол нәрсені бізде соғыс тоқтамай кетті. Оның алдында да болды, бірақ дегенмен де қазақ жері кең болғаннан кейін одан небір тайпалар орын алды, иә, олар біріктер сондай неде Ұлы Жібек жолымыз бар, иә, сол жерде мәдениеттер дамып жатты. Ал Орыс империясы шыққаннан кейін, Ресей империясы пайда болғаннан кейін ол жерде ондай деуге де мұршамыз болмай, ол жерде ер азаматтарды соғысқа алып кете берген, иә, сенен сұрамайды, бармайды деген сияқты ондай әңгіме болмаған. Сол себепті ер азаматтарға мәдениет, көңіл бөлуге аса үлкен уақыт болмады. Сол себепті бізде ер азаматтардың биі бірте-бірте жойылып кете бастады. Түсіндіңіздер ғой? Бұл кезеңде қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен өмір салты күрделі тарихи өзгерістерге ұшырады. Ел тағдырына әсер еткен сыртқы шапқыншылықтар, жер үшін соғыстар мен елді қорғау мәселелері ер азаматтың басты міндеті әскери, саяси және тұрмыстық қызметтерге байланысты. Соның салдарынан би өнеріндегі ерлер бейнесі рухани эстетикалық салада емес, батырлық пен ерлік идеяларын танытатын фольклорлық және салттық көріністерде сақталды. Сондықтан да ерлер биі сол дәуірде кәсіби сахналық бағыт ретінде емес, тұрмыстық және эпикалық сипаттағы мәдени элемент түрінде өмір сүріп қалды. Яғни оны бізде қыз балдар кейін қолданыс табатын болды. Мен сіздерге оны айтып кетем. Енді кәсіби сахнадағы дәуірі. Яғни бізде ең бірінші Дәурен Тастанбекұлы Әбіров өзінің кітабын шығарған кезде қазақ биі, иә, қазақ халық биі деген кітабын шығарған кезде ол кісі ең бірінші ерлер биі қимылына мән береді. Яғни ол қалай басталды, қандай түрде болды деген сияқты. Сол кезде ғасыр қазақ биінің сахнада көтерілген сол кезеңнен бастап біз айтамыз, жаңағы бізде көп не бар ғой, көзқарас, бізде ер азаматтарда би болмаған, жалпы қазақтарда би болмаған деген ондай ол үлкен қате көзқарастарда қарап тұрсаңыздар. Фольклорлық негіз сақталып, жаңа кәсіби мектеп қалыптасты. 20-шы ғасыр қазақ биі эстетикалық тілге айналды. Дәурен Әбіров қазақ кәсіби би өнерінің негізін қалаушысы болып саналады. Ол халықтың қимылдарда ғылыми тұрғыдан жүйелеп, сахналық стиль қалыптастырды. Әбіров қазақ биінің ғылыми паспортын жазған адам. Түсініңіздер ғой, яғни қалыптасқан бізде қазір өзіміз билеп жүрген қимылдардың барлығын ол кісі кітап жазып шығарып кетеді кәдімгідей. Қазақта мынандай қалып бар, мынандай қол бар, мынандай аяқтың қалпы бар, дене формасы деген сияқты барлығын ол кісі кәсіби түрде жазып кеткен кітаптарының бірі қазір бізге негіз болып отыр. Соның ішінде қазақ биінің эволюциясы байқаймыз біз. Ол кез қалай? Мысалы, Жоралғы. Жаңа біз айттық Жоралғы деп, иә? Сол кезеңнен басталған. Жоралғының кезеңі ол саққұм болса, біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасыр. Көрдіңіздер ма? Сол ғасырдан бері ол қазақ биі болған, яғни мәдениетінде ол орын алған. Ары қарай бізде буын пластикасы кетеді, иә, буын биі. Буын биі жаңа Жоралғының негізінде ары қарай орын алып кетеді да, ол буын биі бізде фольклорлық биге ұласып кетеді. Яғни фольклор жаңағы дәстүр, біздегі тұрмыс тіршілік, әдет ғұрыптан пайда болған билеріміз уже фольклорға айналып кетеді. Ол музыканың үйлесімімен тауып, әрі қарай кәсіби сахнаға шығады. Яғни кәсіби сахнада жаңа өзіңізге айттым, Дәурен Тастанбекұлы Әбіров кең ықпал етуге тырысады. Бұл рухани қозғалыстың үздіксіз желісі. Қазақ биі өткен мен болашақ арасындағы көпір.
яғни қараңыздар, жоралғы, кәсіби сахна бір-біріне қалай әсер етіп кетті, қалай фильтр өтті жаңағы сүзгілерге, соның барлығы ең соңында кәсіби сахнаға шықты. Енді қазақ би ұлттық үнсіз шежіресі ол жоралғыдан басталып ғылым мен сахнада кемелденді. Ұрпақ үндестігі буын-буынға ұлттық код біздің жүрегімізде. Өздеріңіз білесіздер, иә? Әрмен қарай ерлер биі, оған тоқтаймыз. Қазақ хореографиясын зерттеулі тарихында Дәурен Әбіровтің еңбегі айрықша орын алады. Ол алғашқылардың бірі болып, ерлер биін қимылдық құрылымын жүйелеп, олардың қозғалыс табиғатын ғылыми тұрғыдан сипаттайды. Бұл талдаулар мен классификациялар қазақ биінің тарихы атты еңбегінде жарияланып, ерлер биі пластикасының дербес зерттеу нысаны ретінде айқындауға негіз болады. Презентация тамашалағандарыңызға бірінші біздің презентациямыз осымен бітеді. Зер салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Енді осы мәселе жөнінде кішкене сұрақ жауап қойсақ, әрмен қарай сосын біз дальше кете берсек, иә, әрмен қарай жалғастырып. Жалпы жоралғыдан сұрақ бар ма? Жоралғыдан біз қалай кәсіби сахнаға шықтық? Неге, не әсер етуші күш болғаны? Сұрақ жоқ па, ешқайсыларыңыз? Жоқ. Рахмет, түсінікті барлығы. Әрмен қарай кетеміз. Енді бізде қимылдың нақты бір қимылға тоқтаймыз. Не? Ерлер биіндегі аса үлкен бізде өзгеріске ие болған, бізде ол шабыс түрлері. Шабыс. Көріп тұр ма? Презентация. Көріп тұр. Көрініп тұр. Қазақ биіндегі шабыс ырғағы мен қамшының семантикасы. Көрдіңіздер ма? Яғни біз сіздермен талқыладық, жоралғы, ол қалай пайда болды, буын пластикасы деп жатырмыз, не деп жатырмыз. Ең бірінші қазақ ерлер биіндегі көрініс ол шабыс қимыл екен. Яғни қазақ биінде ерлер биінің танитын түсінігін болсаң, ең бірінші бізге шабыс елестейді. Дұрыс па? Табиғи құбылыста ол қазақ ерлер биіндегі. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігі мен дүние танымдағы 4 түлік малдың орны ерекше. Ат соның ішінде ең киелі жануар, ер азаматтың серігі, қуанышы мен қайғысында бірге жүретін сенімді досы. Ер қанаты ат деген ұғым қазақтың өмір салты мен би мәдениетінде де көрініс тапқан. Ат үстіндегі ер жігіттің бейнесі батырлық пен ерлік және еркіндіктің символы. 4 түлік қазақ мәдениетінің маңызы. 4 түліктің, кешіріңіздер. Енді ат үстінде отырған адам жылқыға бағыт бағдар беріп, қимыл ырғағын үйлестіріп отыру үшін қамшының көмегі құрал ретінде пайдаланған. Түсіндіңіздер ма? Ол көмекші құрал ғой. Енді ол көмекші құрал сахнада қандай орын алады? Бірақ уақыт өте келе қамшы тек тұрмыстық зат қана емес, ер жігіттің рухани бейнесінің нышанына айналды. Қамшы тәртіп, билік, намыс пен мінездің көрінісі. Ол қазақ ерлерінің сахналық және тұрмыстық бейнесінде айрықша рөл атқарады. Яғни, қараңыздар, шабыс деп айтыламыз ғой, шабыс ең бірінші бізге не елестетеді? Аттың үстіндегі ер жігіт пен жылқының дүрсілі, жылқының шабысы, соның көрініс табуын тырыстырамыз да, көріністің бейнесін көрсетуге. Сонымен қатар қоса алғанда қамшының да орны ерекше екен. Яғни қамшы бізде кәдімгідей құрал болып табылады. Соның көрсеткіші. Яғни қамшы ұстаған жігітті біз бірден білеміз. Яғни ол қазір бізге аттың үстіндегі ер азаматты көрсетіп жатыр деген, ол бізде табиғи құбылысқа айналып кетті қазір. Енді әрмен қарай бұл қимылды ең бірінші кітап бетіне шығарып айтып кеткен бізде Дәурен Тастанбекұлы Әбіреев және Ольга Всеволожская-Галушкевич. Бұлар не істейді? Қазақ биінің сахналық тарихында
ат үстіндегі ер жігіттің бейнесін Дәурен Әбіров пен Ольга Всеволожская Галушкевич шеберлікпен сахна тіліне аударады. Олардың шабандоз, тізгін тартқан, шабыс сияқты қимылдар жүйесінде қамшының қозғалысы мен ритмі би композициясының өзегіне айналды. Яғни ер жігіттер қимылы арқылы, жаңағы қимыл қозғалыс, табиғатындағы қимыл қозғалыс арқылы олар би негізін жасаған. Түсініп тұрсыздар ма? Қамшының сермелуі, көтеріліп немесе төмен түсуі би драматургиясының негізгі көркемдік құралы ретінде қолданылды. Яғни, жаңа қамшыны айтып отырмыз, құралды қолданды. Яғни, соның негізінде жаңағы қандай қимылдар? Шабыс, тізгін тартқан, сондай шабандоз деген қимылдарды негізге ала отырып түрлендірген. Яғни, шабандоздық өнер және хореографиялық бейнелеу. Яғни, кәсіби сахнаға шығару барысында олар биді де қимыл қозғалыста қазақ биін кәсібилендірді. Оған түсіндірме берді. Біз қазір сөйлей аламыз, біз қазір түсіне аламыз, семантикалық жағынан. Әрмен қарай. Енді қамшының өзіне тоқтайық. Қамшының мынаған ерекше көңіл бөлінгені, көзіме түскені, ол қамшыны оны ұстау мен бағыттау арқылы орындаушы көрерменге ішкі күйін, мінезін және бейнесін жеткізеді. Қамшы ердің ешеріңіз, большая неполадка. Сейчас я уточню, в чем дело. Менде бар ғой, бәрі ағылшынша болып тұр да, я не могу перевести. Языкқа барсам, менде барлығы ағылшынша болып тұр да. Как можно перевод сделать орысшаға? Андай языковой нелер тұрған жерде мен үзіліп кеттім ау деймін, кешірім сұраймын. сәлеметсіз бе, ардақты?
Так, қай жерден тоқтадық біз? Ары қарай түсіндіре берейін, өйткені. Ар жағын тақсаш зарядканы. Линчелді ар жағын тақ. Қамшыны естідіңіздер ма? Қамшы туралы. Иә. Қамшыдан тоқтадық, иә? Иә, Енді, қамшыдан. ат үстіндегі бүлдіргесін білекке ілу, бүлдіргесі деп айтылады, ана ілмешегін қамшының соны бірге ұстау сергектік пен дайындықтың белгісі. Ат үстіне тез мініп алады ер жігіт, тез шабуға, яғни тез қозғалысқа, атты ұрып деген сияқты, оны жүргізу деген сияқты тез орындалатын болғаннан кейін, оның бүлдіргесін қолына ұстап алған сабымен, дайындап жүргеннен кейін. Ары қарай жерде жүргенде белбеуге ілу. Ол қарапайымдылық пен ұстамдылықтың нышаны. Яғни бұл тек белгі емес, бұл қазақтың негізі тұрмыс тіршілігінде, өмір салтында кең кездесетін ол ой, сенім, қарапайым болу, жұрттан биік тұрмау немесе табиғатты басып алам деп ойлама деген сияқты, бұның барлығы осы қамшының белгісінен ақ білінетін болған халық арасында. Әрмен қарай, шабыс қимылы қазақ ерлер биіндегі ең айқын қозғалыс формаларының бірі. Ол ер жігіттің қайсарлығы мен еркіндігін, ат үстіндегі үйлесімін бейнелейді. Бұл қимыл көшпелі өмірдің шындығын, жермен жарысқан тұлпардың шабысын, алыс сапардағы ердің жігерін сахна тілімен жеткізеді. Түсінікті ғой. Яғни шабыс формалары, жоғарыда орын алуы, яғни аттың үстіндегі қолдың осы жердегі серпілісі, қозғалысы, яғни қалай орын алғаны. Яғни біз жай түрде біз былай жасаймыз, ал сахналық формада ол мәдениет түрде кең болады, ұсынысы кең болады. Яғни ер жігіттің біз қайраттылығы мен жігерлігін көрсетуге тырысамыз. Шабыс қимылы ер жігіттің айбынды бейнесі дейді. Түсіндіңіздер ғой. Енді әрмен қарай, енді қазақ биінде өнерінде қамшы этносимволдық мәнге ие басты элементтерінің бірі. Ол ер бейнесін толықтырып қана қоймай, ұлттық мінездің поэтикалық көрінісін сахнаға шығарады. Бүгінде шабыс, тізгін тартқан, шабандоз сияқты қимылдар қазақ ерлер биінің классикалық негізін құрап, ұлт рухының дәріптейді. Қамшы ұлттық мінезінің коды, би соның үнсіз тілі. Яғни, түсінікті ғой. Яғни, мен бұна презентацияны өсіріп, енді сіздермен бірге мен енді қимыл қозғалысқа өтейін. Енді бізде қараңыздар, шабыс түрін айтып кетіп бара жатырмыз, айтып жатырмыз, осындай болған, анау болған, мынау болған. Енді ол қалай орын алған? Енді мен сізге аяқты көрсетпей қойын, тек дене формасында қалай орын алған. Яғни, бірінші шабыс қалай бір екі қолды бірге аламыз. Тізгін тартқан. Көрдіңіздер ма? Яғни, мен өзіме тарту арқылы, тізгінді тартып, қайттан босатып, Яғни, аяқ жағын сіздер өздеріңіз білесіздер, өкше жүріс арқылы жасайсыздар ма, немесе бытырлаған жүріс арқылы жасайсыздар ма. Негізгі жігіттің формасында тізгін тартқан бұл басты мақсат. Яғни, бұл жерде күш жігерлікті білдіреді. Яғни, тізгін тартқанда сіз жай тартпайсыз, яғни тарту арқылы, тоқта, немесе босату. Тоқтату, босату. Осы кездегі сіз визуалды түрде іс әрекетіңізге мән бересіз. Яғни, мен тартқан кезде қандай болады реакциям? Яғни, мен денем бірден жиналады, ол табиғи құбылыс. Жіберген кезде сіз де босаңсыз. Яғни, дене құбылысы төменге қарай бағытталады. Өйткені босаңсу кетеді денедегі. Түсіндіңіздер ма? Бұл тізгін тартқан. Көрдіңіздер ма? Осы кезде бастың формасы дейді Дәурен Тастанбекұлы. Бастың формасы тізгін тартқан кезде міндетті түрде сен оңға қаратуың керек дейді. Яғни, ол айтады, сахналық формада міндетті түрде дұрыстық болу керек. Тізгін тартқан кезде сіз оңға бұрасыз, сіз қайттан босаңсыған кезде қайттан бастап қалыпқа келесіз. Түсіндіңіз ба? Бастап қалыпқа келдіңіз, тізгін тартқан кезде сіз оңға қарайсыз. Еріксіз, өйткені ол табиғи құбылыс, мына жақтағы тиіп кетпеу керек сізге. Яғни, сіз бір жағынан не істеп тұрсыз, өзіңіздің бас бөлігін қорғап жатсыз.
көрдіңіз ба? Бұл табиғи формаға алып келді да, ол кісі келді да, қозғалыста да дәл осындай болады дейді. Бірақ ол кісі айтады, міндетті түрде шынтақ не болу керек дейді, иықпен бір қалыпта болу керек. Яғни бұл мәдениет, қимыл қозғалыстың мәдениеті. Әрмен қарай бізде қамшыру деген қимыл бар. Мен сіздерге просто жаңа түсіндіру ұсынып жатырмын да, тек жоғары формасын. Астыңғы формасында сіз уже визуал түрде білесіз. Жоғарыда мынандай болса, яғни мен төменде былай қолданамын. Тізгін қамшыру. Яғни жоғарыда менде маңдайшамның жоғарысында мен бір айналдырып өтемін қамшымен. Я қолым жүген ұстау, екінші қолым жүген ұстап тұрмын. Я осы кезде бір айналдырып қамшымен жерге қарай бір сілкеймін қолымды. Осы кезде табиғи құбылыстан мен бірінші не беремін? Резонатор ойнайды, бұл жерде. Көкірек бірінші жоғарыға көтеріледі. Осы көкірек жоғарыға көтерілген кезде мен міндетті түрде жоғарыда бір айналдырамын қамшыны. Сабымен төменге ұрған кезде менің көкірегім еріксіз төменге түседі. Яғни табиғат құбылысқа визуал түрде сіз атты ұрып жібергендей әсер қалдырады да, шабуға. Осы кезде ары қарай бізде не кетеді? Шабыстың түрлері кетіп қалады. Көрдіңіз ба? Яғни қамшыру. Бұл ер жігіттің нышанын көрсету, табиғатында көрсету. Ер жігіттің қамшырып, бір айналдырып, ұрып жібересіз. Еркіндіктің ішінде мен көкпарға шықтым, немесе қыз қуу деп айтамыз, жаңағы біздегі қазақтың ойын түрлері бар. Ер азамат бағытталған. Сол сияқты осы кезде бізде қамшыру қимыл пайда болған. Яғни Дәурен Тастанбекұлы қалай жасаймыз дейді қамшыруды. Жүгенді ұстадым дейді ер жігіт. Бірақ жүгенді мен қалай ұстаймын? Былай ұстамаймын дейді. Я жүгенді жұдырық маған өзіме қарау керек былай. Дөңгелене. Шынтақ көтеріңкі, дөңгелене өзіңе қарайды. Екінші қол дәл солай дөңгеленген, бірақ еңседе жоғарыда тұрады дейді. Төбемде. Осы жерде мен қамшыны бір айналдырып, сілкіп жіберемін төменге қарай дейді. Сол кезде табиғи құбылыс ретінде денем көтеріңкі қалыпта қалады, бірақ мен еріксіз еңкейемін дейді. Көрдіңіздер ма? Осы еңкейген кезде мен бірден бағытты төмен қарай түсіремін дейді. Жүген тартқан қолыма қараймын дейді. Көрдіңіздер ма? Немесе қазіргі өзгерістерге байланысты мен кеше байқап қалдым конкурстерде, ондай да болады екен. Нұсқа, онды қазірде басқа хореографтар, кәсіби хореографтарда қолданады. Яғни мен көзімді төменге ұстаймын, яғни көрерменнен алмаймын көзімді. Яғни жоғарыдан тізгін қамшырумен кете беремін, яғни басым төменге түспейді, бұрынғы ереже сияқты. Яғни мен көрерменге жұмыс жасаймын. Яғни ол да қателік емес. Көріп тұрсыздар ғой. Получается, мен разный формада қолданыла аламын. Енді ар жағынан шабандоз. Шабандоз қимылы міндетті түрде көріп тұрсыздар ғой. Тізгін тартқан түрі, бірақ оны тез жасалады. Көрдіңіздер ма? Яғни менің жұдырығым кішкене халыққа қарайды. Басты мақсат. Берем, алам. Яғни жүгенді мен тез ұстаймын. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде біз уже еріксіз түсінеміз шабандоздың қозғалысын. Яғни ат үстіндегі ер азамат шапса, ол шабандоз болып саналады, бізде білесіздер. Кетті. Яғни осы кезде еріксіз бізде шынтақта қозғалады бірге. Оны мен қайдан байқадым? Биде көп қолданыс болмады ғой. Бізде ол Алтай қазақтар ғой. Моңғолияда қазақтар келді, бізді қара жорғаны биін елімізге жая бастаған кезде, таныта бастаған кезде біз түсіндік, бізде мына қимылдың барын. Яғни оған дейін Дәурен Тастанбекұлы не істейді? Табиғи құбылыс дейді да, міне жүген тартқан кезде, шабандоздық істі көрсеткен кезде, ол еріксіз буын пластикасына айналады дейді. Ол кісі айтады, қара жорғаны буын биі дейді. Яғни буынның қозғалуы. Түсіндік қой. Осы кезде менің кеудем кішкене төменге түседі дейді. Өйткені мен ат үстінде тік отыра алмаймын дейді. Ол қозғалыс болмай қалады, әйтпесе дейді, табиғи. Сол үшін мен кішкене алдыға еңкейемін дейді. Себебі мен атқа тізгін тартқанмен, үзеңкіні қатты қысып аламын дейді. Атты білесіздер, қатты қысу мақсатында жүгенді ұстаймын дейді. Жүгеннің еріксіз қозғалысында менің кеудем, қолым барлығы шабандоздық өнерді таныстырады. Түсіндік қой.
яғни тез тарту жіберу тарту әсер еткен болатын. Енді басынан бастап кішкене анализ жасап көрейік. Біз не өтті жаңағы бүгінгі тақырып бойынша? Қараңыздар, жоралғы. Мен тек зерттеу жұмысым әзірге соған жетті. Мен ойлаймын, болашақта әрмен қарай зерттесек, қазіргі жастар оны зерттей берсе, мен ашатыны көп деп ойлаймын ер азаматтың билерінен. Себебі, яғни біздегі би өнері жалпы ерлерден басталса, бізде әскери өнер де бар ғой, білесіздер, иә? Яғни болашақта әскери өнерлік арқылы тағы да биіміздің бір түрі пайда болуы мүмкін. Иә, оған біз таңғалмауымыз керек. Себебі мәдениет адам жаратылысынан бері дамып жатқан дүние. Өздеріңіз білесіздер. Сурет, бейнелеу өнері дейміз. Жаңағы қол өнері дейміз, әуендік өнер, звук, пластика, барлығы бірге шықты ғой. Өйткені ол бір жағынан бір-бірімізді түсіну, байланыс құралы ретінде қарасақ. Содан келе жоралғы, ол бізде қазақ өмірінде үлкен орын алған рәсім екен. Жоралғының астарында бізде біріккен қимылдар бар, біріккен үндестік бар, біріккен топтық қимыл бар. Енді ол жерде бақсылық өнері де қатты қозғалады. Отқа табыну, бұтқа табыну дейміз кезіміздегі. Сол кезде осы қимылдардың негізгі түрлері болған екен. Бірақ оны әлде де зерттейміз, нақты қандай қимылдар болды. Мысалы, тек біздің тапқанымыз тек жігіттермен иық тіресіп, бір-бірімен қозғалысы, алдыға, артқа деген сияқты қозғалыстар біркелкілік, бір тұтастықты белгілеп, шеңбер бойымен қозғалыстары содан бастап шыққан екен, жоралғыдан. Оның астарында жігіттер болды. Неге қыздар емес деп сұрақ қоюларыңыз табиғи қалыпты жағдай. Ер азаматтар бұрынғы соғыстың кезін бүйтіп зерттеп қарасақ, қыз балдарды қауіп қатерден қорғау мақсатында жасалған дүниелер екен. Ең бірінші осы соғыстың ашылуы негізгі себепші болған. Себебі қыз бала бізде ана. Білесіздер, ана, болашақ асырайтын, осы балаға тәрбие беретін, осы қыз бала бейнесінен болғаннан кейін жігіттер күшке байланысты, ондай қорғау мәселесі, сыртқы біздің жұмыстарымыздың барлығын ер азаматтар өздерінің мойнына алған болатын. Сол себепті олар соғысқа шықты, әйел адамға шамалы қорғаныш болсын, әйел адам сенімді, ойламайтын, баланың тәрбиесімен айналысатын, отты қорғап тұратын, әйел заты болғаннан кейін оларды сондай қауіп қатерден қорғау мақсатында олар жорыққа шыққан. Жорықтың артынан біреу аман келсе, біреу аман келмейді. Сол себепті қыздар дәстүрді ұстап қалуға киіз үйдің жабдықтар бар, соның ішінде көрсетіп қалуға тырысты, қамшыны былай қояды, менің ер жігітім үйімде, ер жігітім кетіп қалды деген сияқты белгілермен осының барлығы әйел заты. Үйде мен дәстүрді қалыптастыруым керек, менің балам білу керек деген сияқты. Көрдіңіз ме, қандай бір-бірімен байланыс. Яғни ер азамат дәстүрді ұстап қалу үшін сізді қорғайды, сіз өзіңіздің тарапыңыздан үйдегі дәстүр қалыптастыру, жаңағы сандық дейміз, шымылдырық дейміз, тәлім тәрбие дейміз, балаға үлкен ер азаматты сыртта өсіруге тырысып, қыз баланы іштегі өмірді көрсететін, бұл әйел затына байланысты болған. Сол себепті ер азамат сыртқы жұмыстардың барлығын өзінің мойнына алып, жаңағыдай рәсімге тоқталатын болса, қыз баланы әруақтардан қорғау үшін ондай дүниеге қатыстырмаған. Себебі шашына жабысады деген, денесіне ілініп кету мүмкін, Тәңірдің құдіреті, найзағай деген сияқты, ондайдың бәрін қыз балаға көрсетпеуге тырысқан. Ондай дүниелерден қыз баланы алшақ ұстаған негізі ер азаматтар. Сол себепті ондай Тәңірге табыну, табиғатпен байланыс, бізде аспан дүниесімен байланыс, ер азаматтар көп жақын болған ондай дүниеге. Сол себепті ондай рәсімдерге, жаңағыдай жорық дейміз, сондай
әскери өнерінің алдында, әскери дүниелердің алдында ер азаматтар өздері рәсімді өзіне жасайтын болған. Бізде бақсылық өнерінің өзі де ер азаматтардан пайда болған, өздеріңіз білесіздер, ер азаматтар жасаған көбінесе. Сосын әрмен қарай бізде ер азаматтарды неге мен ауылға тартып жатырмын, неге қимыл қозғалыстарды қыз баланы неге аса ортаға шығарып қыз баланы билетпеген. Қыз баланы көз тиме, бізде білесіздер ғой, қазақтарда көз тимесін, сөз тимесін деген бар. Біздің қазақ қыздарымыз негізі табиғатында әдемі ғой, табиғатында әдемі, сол себепті қыз баланың басына, сәукелесіне, тақиялы сәукелесіне үкі таққан, көз тимесін, киіміне барлығын, ою өрнектің барлығын қыз балаға үйген, көз жанарын алсын, көзден сақ болсын, сөз тимесін, сахна өнеріне халықтың көзінше шығармайды, өйткені көз тиіп кетеді дейді. Ол көз тиген, білесіздер ғой, ауру жаман болады оның ше, ауыр тиеді да қыз балаға, тем более нәзік жанды, жатып қалуы мүмкін деген сияқты. Сондай бір табиғи құбылыстарға қарсы келмей, бір жағынан өзіне қыздарып, қыз баласына қауіп қатер төндірмей, сондай дүниелерден алшақ ұстап, мәдениетте көбінесе ер азаматтардың қимылдары, жаңағы бір-бірін тасымалдаушы ер азаматтар болды деген сияқты, сондай үрдісте ер азаматтар алдыға шығып кеткен да, жаңағы қимыл қозғалыстар барысында. Так, көп сөйлеп кеттім ау деймін, давайте енді қорытындысын айта келе, қазақ биі түсіндіңіздер, неге үшін ер азаматтардан пайда болды, неге мен асыра сілтеп бүйтіп айтып жатырмын, өйткені ол тарихымызда бар, ол дәлелденген дүние. Бірінші Әлкей Марғұланнан табылды ол дүниенің барлығы. Сосын Карл Байпақовқа кеттім, Карл Байпақов та оның мәдениетіміздің ер азаматтардың тұғырынан қарайды, тұсынан қарайды. Жаңа қамшының орнын айтып кеттім, яғни ол да бізде мәдени өнердің кейін құлашта осы Ұлы Жібек жолымен дамыған дүниелердің барлығы, бізге былай қарағанда айналып келгенде пластикаға келіп тіреледі. Өйткені пластика мен сіз түсіне аласыз. Көрдіңіздер ма? Десем түсінесіз, десем түсінесіз, десем түсінесіз. Бұның барлығы пластикада, біз бейде оны мәдени түрде көрсетеміз. Көрдіңіздер ма? Осының барлығы бізде болып жатқан дүние, біз бірақ көзіміз кейбір кезде көрмей қалады ондай дүниені. Шындығына келген кезде қарап тұрсаңыз, негізі пластикалық өнер қазақ биінде ер азаматтардан келгенін байқаймыз. Көрдіңіздер ма? Яғни басқа сұрақ бар болса, давайте талқылайық сіздермен. Яғни мен қызық жанды жерді қозғадым ау бүгін. Қазір метсіз бе, қазіргі кезде ұлдар вообще аз ғой, мысалы бізде. Біз кішігірім районда жұмыс жасаймыз да. Енді қыздар ұлдардың партиясын полностью орындайды. Қаншалықты ол дұрыс немесе бұрыс деп тұрсыз ғой? Бізде енді вообще биге ұлдар өзі көп қатыспайды ғой. Оны көбінесе ата-аналары боксқа жібереді, волейболға жібереді, ол қыздардікі емес деп. Сондықтан дұрыс жағы да бар, бұрыс жағы да бар шығар. Біз енді анда колледж не емес, менің не ғой, кружокпыз ғой біз Дом культурада, аудандық мәдениет үйінде істеймін. Менде ұлдар жоқ, 1 жылдары болды, 2 топ ұлдар. Одан кейін уже қазір жастар басқаша болып кетті ма, сондықтан. Қазіргі кезде ұлдар жоқ. Жаңағы сол сіз айтып отқан шабыт, соның движениялардың бәрін, жаттығулардың бәрін қыздар жасайды. Енді. Өзі би саласында тізгін тартқан, қамшы. соның бәрін. Ұлдарға ол әдемі жарасады, но бірақ та қыздар да стараются, но қыздар все равно қаншалықты мужской партияны орындағанымен, все равно олардікі чуть-чуть қыздарский болып тұрады. Енді. Нәзік байқалады, қимылында. Қазір менде ұлдар бар, олар только вальсқа келіп жүр мысалы. 9 майға деп вальсқа ғана.
А так мынандай оларға биге кел десең, олар ойлайтын да бұтына лосина киіп, мен айтамын, ей, ондай кимейсіңдер, трикомен жүресіңдер, сендер только мужской партия. Иә, мен сіздерден Сәл өтініп сұрайтыным, бізде пропаганда жақсы болу керек, апай. Бізде мысалы Қара Жорға биі бар ғой, Қара Жорға биі біз қазір жасап жатырмыз, Алмат Шердарович бар, біздің тараптан Алматыдан біз бармыз, иә. Осы Қара Жорғаны дәріптеп жатырмыз да қазір, бірақ дұрыс формада, түсініңіздер. Дұрыс формада ол Қара Жорғаны біз салып моңғольский стильге емес, көбінесе мына жаңағы шабыс формасына, иә, буын пластикасы дейміз. Сода ер азаматтармен бірге көрсетіп, тырысып жүрміз да. Бірақ сіздер тараптарыңыздан да сондай үрдіс Инстаграм, ТикТокқа көп шығара берсек, халықтың көзі де үйренеді деп ойлаймын. Ер азаматтарда да би бар екен. Мысалы, грузинский биді ешкім талқыға салмайды ғой, қыз балаға қарағанда ер азаматтар көп билейді. Дәл сондай бізде болды ғой. Грузия, Арабия, біз бір-бірімізге барлығымыз жақын мемлекетпіз. Бір-біріміздің тарихымыз байланысты. Қараңыз, көрдіңіздер ме? Өзбек тоже самый алатын болсақ, иә? Ер азаматтар, иә? Ер азаматтар билесе, ол қалыпты жағдайда, ал бізде қазақта ер азаматтар билесе, ол қалыпсыз жағдай. Өйткені ол кәдімгідей мәселе бізде қозғалып кетеді да. Иә, сәл сол кішкене біздің ментальность бар, иә. Иә. Бірақ та қазір дискотекаға былайынан сыртынан қарап тұрсаң, ұл мен ұл билеп тұрады да, күштілеп тұр. Мен айтып сендер ұл мен ұл билегенде келіп сахнаға шығыңдар. Мен енді неткен сол айтып тұрмын ғой, только ұлдардың партиясы сол жаңа вальс, но лезгинка не всем дано шанындай. Ол өте қиын биді, ол кәдімгідей ұлдарға просто келесі билей алмайды ғой дегенім ғой. Просто өз ойымды айтқаным ғой жаңаға. Жаңа қазақша Қара Жорға да бар, бірақ та сол ұлдардың полностью өзі Қара Жорға парный би ғой. Ұлдардың партиясын қыздар билейді, кәдімгі ұлдарский костюммен, полностью шашымызды түйіп тастап тұрып. Мен сізде 2022 жылы бітіргенмін дистанционно. Иә. Алматы, ЖП-де. Да. Хорошо. Берік мырза, менде баршылықта әкеледі, бірақ ерекше балаларда мамалары билетіңіз дейді. Осы движение жеңілдетіп Иә, жеңілдетуге. балалар менде. Биге көп әкеледі ата-аналар. Көбіне бірақ қиындауда движениесі бір жеңілдетіп не істеуге болады? Иә, мысалы сіз бір аутизм малдарға бірінші давайте просто жіпті статып үйретейік та, жіпті статып бүйтіп тартқызып өзіне, иә, жаймендеп бастасын, бір ырғақпен. Осы кезде бізге ең көп көмектесетін, сіздер мысалы ойлайсыздар адайды тез деп, былай қарап тұрсаңыздар, адай ол ырғақты күй, ырғақ береді, иә, шертпе күйлердің бірі ғой, бірақ ол ырғақ береді. Иә, жаңа қамшыру жай формадан бастадыңыз. Сосын барып оны бірте күшейте бересіз да, жай формада. Сізге ешкім қой демейді ол. Өйткені ол қазақтың табиғи қимылы. Иә, көрдіңіз, бірақ ол сіз жай түрде көрсетесіз. Адайын алыңыз. Дәл сонда жұмыр қылыш бөлінеді тақтысы. 4-те 1 2 3 4 1 2 3 4 бөлініп тұр, көрдіңіз ба? Ана бала түсінуге ыңғайлы. Міндетті түрде бірақ атрибут беріңіз, ол сол кезде түсінеді. Щоб лақтырмайтындай, мен білемін ғой ондай балалар, ерекше балалар лақтырып жібере салады, тастай салады деген сияқты ондай әрекеттері бар. Сол үшін просто жіпті ұстаттыңыз, жіп арқылы сіз оны мақсатыңызға жетесіз деп ойлаймын, немесе міндетіңізге. Тағы да кеш жарық, менің даусым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұрсыз. Енді қараңыз, сіз Алматыдансыз, иә? Біз мына Жетісу облысы вообще қазір басқа жерлерді білмеймін, именно Текеліде бізде мектептерде хореографияны алып тастаған, садиктардан да. Ырғақ сабағын, иә, бұрынғы. Ырғақ сабағын алып тастаған. Ал басқа облыстарда бар, ол неліктен? Ол бірінші сұрақ. Содан кейін екінші сұрақ. Біз жекеге шығып кеткенбіз. Музыкальный школда, например, 1-2 сағат қана берілген. Хореографтардың жағдайлары вообще. Мен, например, 2019-дан бізде уже мектепте сағат жоқ болды дағы, біз категориямыз жоғалтып алдық. Көрдіңіздер ғой. Ал енді мен Алматыда болған кезде бір Ұзынағаш
барып оқып, билерді да бәрін алып жүретінмін. Қазір именно көркем гимнастикаға ауысып кеттім мен. Көркем гимнастикаға ауысып кеттім, потому что мен оны да жүргізетінмін. Қаладан балаларды дайындап, 300 балаға дейін жинап дайындап алып баратынбыз. Сол кезде вот біз енді ұлттық билерді не сияқты қылып, сюита сияқты қылып қосып жасайтынбыз. Әрбір мектептерге беретінбіз. Ол кезде хореографтар болатын әрбір мектепте. Ал енді қазір мектептерде жоқ, поэтому ұлдарды біз жинай алмаймыз. Спорт жағы жақсы. Естім, спорт жағынан естім көп. Иә, спорт жағынан бізде мықты. Ал енді мен қазір именно көркем гимнастика болғаннан 4 жастарымнан балаларды аламын. Менде в основном қыз балалар. Бұрын мен мектепте істеген кезде, ол кезде уже ұлдар бір класстан, например, бір класстан бір баланы алып шығатымын. Иди дедушкаға бар. Соны енді осы жағдайды қалай жасауға болады, мысалы? Енді сіздер қараңыздар, бұндай сұрақ болды, мен де кездестім өткенде, қай жерде осы Кемел Тоған деген жерде мектеп ашылды. Жаңа мектеп ашылды, инновационный, прям бәрі жабдықталған. Бірақ ол кісі айтады, мен директормын дейді, бізде бірақ ырғақ сабақ қарастырылмаған, мен бірақ ол бюджеттен я пробила дейді, нені? Ставкасын. Ставкасын. Кешіріңіз. Сөзіңіз аузыңызда, мінекей, мектептерде почему именно Жетісу облысы бойынша мектептерден сняли. Ал Алматыда мен 2019-да істеген кезде именно мына біреуі не ашылды ғой, арт-спорт. Арт-спорт мықты жұмыс жасап жатыр Алматыда. Бізде именно осы Текеліде, осы би жағынан бізде сол, по-моему, таки ашылмай қалды. Мен сол кезде осы жақтан бір бала ашып еді, мен сол кезде айтқам, осыны жоғалтып алмас үшін каждый жұмысымыздың барлығын видеоға снимать етіп отыр деп. Хорошо, что мы на видео сняли барлығын, где мы участвовали, сол. Яғни есеп бар, Иә, ол ақыр аяғы қарызға батып, ол бала жұмысының бәрін жауып тастады. Көрдіңіз ғой, бізде осы жағы құртады бізді. Ардақты сәлеметсіз бе? Біздің мына Қаратал ауданында да мектептердің біреусінде мен мына 23 жыл жасап жатырмын. Хореографтар жоқ, ондай сабақ вообще. Мына бізде, по-моему, Сарқандта ғана бар, бүткіл мектептерде ше, Сарқанд облысында, районында. Басқа жақтарда, я не знаю, Талдықорғанда ғана бар шығар, әр мектептерде. А басқа мынандай райондарда хореографтар жоқ каждый мектепте. Уважаемые коллеги, мәселе болып жатыр екен шынымен де, былай қарап тұрсаңыз. Біз енді үлкен оқу орындарындамыз, қанша жыл болды. Содан кейін біз кейбір нәрселерді білмей қаламыз, көз алдымыздан өтіп кетеді былай. Негізі жиналып, оны кәдімгідей қозғау керек, өйткені Дәурен Тастанбекұлын білесіздер, өздеріңіз ырғақ сабағын мектепке қостырған болатын. Өзінің негізінде бастамасын біледі деп. Ол міндетті түрде. Соны именно бұл мәселені ұл болғаннан кейін бұл көтеріліп отыр да, бұл мәселе мектепте жаңағы сіз айтқан сияқты болса, Ардақ апай айтқан сияқты, онда может быть прям который талантливый ұлдар да бар шығар, просто көбісі ұялады. А бұл да мектепте болса, ол баланы біз уже ақырын көріп біліп аламыз ғой. Одан кейін уже бізде мысалы Талдықорған қаласында саз колледжі 2-ші жыл болды. Саз колледжі именно хореография ашылды. Уважаемые коллеги, к сожалению, время у нас уже вышло. У нас начинается русская группа. Так, насчет завтра я ссылку все перекину. Кто не смог присутствовать... Извините, пожалуйста, завтра у нас концерт. Когда мы будем заходить? Во сколько? Я напишу дополнительную информацию в группу. Хорошо? Хорошо. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Sağ olunuz.